Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпта Отбасы банкі 2021 жылы 1 қыркүйегінен бастап заемщик, созаемщик, гарант болатын тұлғалардың табыс көзін растау кезіндегі методикасына енгізілген өзгерістер жайлы болмақ. Ол қандай өзгерістер? Ол өзгерістерді білмесеңіз, сіз қандай келеңсіз жайттарға ұшырайсыз, сол жайында болмақ. Бүгінгі видеода дәл осы видео өте маңызды, сондықтан соңына дейін көріңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, әрине менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Достар, сонымен тақырыпты бастаймыз. Ең бірінші мына мәселеге назар аударайық. Жалпы Отбасы банкі, бұрынғы Жилстройсбербанк табыс көзінің 8 түрін қабылдайтын болады. Ол әрине ең бірінші жалдамалы жұмыскер табысы, яғни зарплатасы, жеке кәсіпкерлер табысы, жеке кәсіпкерлердің ішіне жаңа нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, профессиональный медиаторлар кіретін болады. Жеке кәсіпкерлердің табысы, яғни соңғы бір жылдың декларациясы есебінен жүргізілетін болады. Бұл жерде де кішігірім өзгерістер енгізілді. Яғни банк маманы барып жеке кәсіпкерлердің жұмыс орнын жаңағы акосмотр жасамайды, фотосын сұратпайтын болды. Сонымен қатар бұл жерде жаңағыдай дополнительный декларация сұрамайды. Мынандай мәселелер болады. Жеке кәсіпкерлер жаңағы отчет тапсыратын кезде үлгере алмай жатса, 0 деп табыс көзін көрсете салады да, кейін дополнительный отчет тапсырып, декларация тапсырады. Сол дополнительный декларация қабылданбайтын болды. Оны ескеріңіздер. Сонымен қатар пенсионерлердің пенсиясы табыс көзіне жатады, пособие жатады, стипендия жатады, экологиялық выплаталар, әскерилердің жыл выплатасы, сонымен қатар мынау договормен, келісімшартпен жұмыс жасайтын азаматтардың табыс көзін қарастыруға болады. Жалпы менің YouTube каналымда жалдамалы жұмыскерлер, жеке кәсіпкерлер табыстарын қалай растайды, қандай құжаттар алып келеді, сол жайында видео бар, соны қарап шықсаңыздар болады. Енді бүгінгі тақырыпқа назар аударайық. Отбасы банкі бұрынғыдай екінші деңгейлі банктер, микроқаржы ұйымдары, немесе ломбард тағы да басқа сізге қарыз беретін ұйымдардан сізді қарыз жоқ деген анықтама алып келсеңіз, оны қабылдамайды. Қандай жағдайда қабылданбайды? Мынандай мәселе бар достарда, доход, расход деген. Мысалы, сіздің табысыңыздан сіздің расходтарды алып тастайды. Обязательство, қандай да бір қарыздарыңызды алып тастайды. Енді мына мәселеге тоқтайтын болсақ, неге қабылдамайды? Қандай жағдайда қабылдамайды? Ең бірінші, сіз Отбасы банкіне келдіңіз, заявка бердіңіз. Бұл кісілер сіздің жаңағы ТО первый кредитный бюро деген арнайы мекеме бар, сіздің кредитный историяңызды жинақтайтын, анализ жасайтын. Сол мекемеден сіздің кредитный историяңызды сұрататын болады. Сіздің кредитный историяңызды сұратқанда, ол жерде действующий, завершенный деген қарыздар жазылып тұрады. Егер сол ПКБ-да действующий кредиттер болса, яғни ол расходқа алынады. Мысалы, қараңыздар, сіздің табысыңыз 100 мың дейік, жаңағы ПКБ-дан Каспийде ай сайынғы төлем 50 мың болса, сіздің табысыңыздан сол 50 мың алынып тасталынады, расходқа жасады. Бірақ сіз ол қарызды алдын ала жауып тастаған болсаңыздар, досрочно жауып тастаған болсаңыздар, сіздің қолыңызда справка болса да, ол жарамсыз болып саналады. Өйткені жаңағы Отбасы банкі ең бірінші назарды жаңағы ПКБ жіберген отчетқа аударатын болады. Яғни сол отчетта ол действующий болып тұрса, яғни ол міндетті түрде расходқа жасатын болады. По факту сіз ол қарызды жауып тастасаңыз да. Көрдіңіздер да, достар. Енді дәл осы өзгерістер тек қана нарықтық бағдарламаларға тиесілі. Нарықтық бағдарламаға олар Омай, Жас отбасы, Отбасы банкімен 50/50 займ рәсімдегенде, ИПЖС, өз үйім свой дом деп аталады, корпоративный сияқты бағдарламаларға, яғни мемлекеттік бағдарламаға ешқандай қатысы жоқ. Көрдіңіздер да? Неге дәл осы тақырыпты сіз білмесеңіз, келеңсіз жағдайға ұшырауыңыз мүмкін? Себебі сіз ипотека рәсімдеп жатсыз, доходыңызды көрсеттіңіз, жаңағы үй тауып алдыңызда, сол үй иесіне алдын ала задаток беріп қойдыңыз. Енді қараңыз, задаток беріп қойдыңыз. Енді ипотека рәсімдейтін кезде қандай да бір қарыздарыңыз жабылып тұр ғой, сіздің қолыңызда анықтама бар. Бірақ ПКБ-дан ол действующий болып шығып тұрса, ол анықтама жарамайды. Отбасы сізге айтады, ана кредитный историяңыздың обновление, тазарғанын күту керек. А ол тазару 14 күн алады, көрдіңіз бе? 14 күнде бір рет тазарып тұрады. Кейбір мына микроқаржы ұйымдары, немесе ломбард сияқты басқа да бір ұйымдар, одан да көп обновление болуы мүмкін. Ол қалай жүзеге асады? Мысалы, мына ТО, первый кредитный бюро, сіздің жаңа кредитный историяны сақтайтын бюро, әр 14 күн сайын мына қарыз беретін мекемелерге запрос жасап отырады. Пәленші пәленнің қандай қарызы бар, қандай просрочкасы бар екен деген сияқты.
әр 14 күнде бір, әр 2 аптада бір. Жаңа қарыз беру мекемелері оларға отчет жіберіп отырады. Сөйтіп жаңа ТО первый кредитный бюро сіздің кредитный историяңыз тазартып, обновление жасап отырады. Қарыз жабылса жабылды деген, действующий болса действующий, қандай да просрочка болса просрочкасы бар деп шығарып отырады. Міне көрдіңіздер да. Ал сіз жаңа үй иесіне мына кредитный историяңыз тексермей жатып, задаток беріп болсаңыз, осы уақыт аралығында ол күйіп кетуі мүмкін. Сонымен үйде жоқ, ипотекада жоқ, ақшаңыз құрдан босқа күйеді. Көрдіңіздер да достар. Сондықтан дәл осы тақырыпты ескерулеріңіз жөн. Және мынандай бір мәселеге көңіл аударғандарыңыз жөн. Бір жылда кредитный отчетты алған кезде, бір жылда бір рет ол тегін болады. Екінші рет алған кезде оған 400 теңге төлеп отыратын боласыз. Сонымен қатар төлем қабілетін растайтын кезде сіздің кредитный историяңыз положительный ма, отрицательный ма, ол жайында да назар аударған жөн. Ол жайында мына менің арнайы YouTube каналымда скоринг деген видео бар. Скоринг деген не, ол қандай балдық жүйеден тұрады, оны міндетті түрде көріңіздер. Енді достар, ескерту, мысалы госпрограммаға қатысып жатқан азаматтар, сіздің бұрынғы просроченный кредиттеріңіз жабылып 30 күн өтсе, ешқандай жаңағы анықтаманы алып кеп ипотека рәсімдей беруге болады. Ал егер қазіргі таңдағы просроченный кредиттер болса, коллекторға өткен, частный судебный исполнительге өткен просроченный кредиттер болса, сіз оны жапқаннан кейін 30 күннен кейін ғана келулеріңіз керек. Ал нарықтық бағдарламаға келетін болсақ, жаңағыдай просроченный кредиттер болса, оны жапқаннан кейін 3 айдан кейін ғана келіп ипотека займ рәсімдей аласыздар. Міне көрдіңіздер да достар да. Сондықтан бүгінгі тақырып осы. Мына кредитный историяның обновлениясы 14 күнде бір болып отырады. Мысалы, сіз 2 сентябрьде қарызды жапсаңыз, 16 сентябрьде мына отчет алып, сол жерден тексерулеріңіз керек. Яғни сіздің действующий кредитіңіз завершенный болып тұру керек. Сонда ғана ол сіздің табысыңыздан расходқа саналмайды. Ал егер сіздің табысыңыз жетіп тұрса, ешқандай обновлениені тосудың қажеті жоқ. Бірден займ рәсімдей берсеңіз болады. Немесе созаемщиктерді тартып, сол кісілердің доходын өзіңізге жаңағы қосып, доходыңызды ұлғайтып, көрсетіп, ипотека рәсімдеуге болады. Міне достар, бүгінгі тақырып осы. Қолданыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.